Сабақ тақырыбы адам әрекеттерінің экожүйеге жағымсыз әсері. Адамзат іс-әрекетінің экожүйеге әсер ететін салаларына тоқталатын болсақ, бірінші, қоршаған ортаға көп мөлшерде зиянды қалдық шығаратын өнеркәсіптік өндіріс. Адам қоршаған ортадан өнеркәсіптік материал түрінде кен, мұнай, көмірді алады. Қолданып болған соң түрі өзгерген химиялық қалдық зат түрінде қоршаған ортаға шығарады. Екінші, пайдалы қазбаларды қазу және тасымалдау кезіндегі зиянды әсері. Мысалы, ашық әдіс кезінде үлкен аумақтағы құнарлы топырақ қабаты толық жойылып, тырақзалардың саны азаяды. Шахталық әдіс кезінде алып бос жерлер түзіліп, кейін жер қыртысының бұзылуына әкеледі. Мысалы, жер сілкінісі болуы мүмкін. Мұнайды су арқылы тасымалдау кезіндегі апат салдарынан су жануарларына қауіп төнеді. Үшінші, ауыл шаруашылығы өндірісі сияқты қоршаған ортаға кері әсер етеді. Ауыл шаруашылығы табиғи экожүйе өсімдік жануарлар мен өсімдіктерді үй жануарлары мен мәдени дақылдармен алмастырып, олардың толық жойылып кетуден сақтайды. Ауыл шаруашылығында табиғи ресурстарды тиімсіз қолдану ауыр салдарға апарады. Арал трагедиясы тәуелсіз Қазақстан үшін экологиялық апат болып саналады. Төртінші, су қорын шектен тыс қолдану көптеген тырақзалардың жойылып кетуіне әкеледі. Бесінші, қару-жарақтың жаңа түрлерін сынау әрекеттерінің бірі. Яғни, ядролық қару-жарақты сынау барысында қоршаған ортаға радиоактивті заттар шығарылады. Қару-жарақтың жаңа түрін сынауды тоқтату әлі күнге дейін шешімі табылмай жатқан мәселелердің бірі. Әртүрлі елдерде белсенді азаматтар үшін күресуде. Және қазіргі таңда тәуелсіз Қазақстанда ғана жүзеге асты. 1991 жылдың 29 тамызында Семей ядролық полигоны жабылды. Жалпы адамзаттың көптеген іс-әрекеттері табиғи экожүйенің бұзылуына әкелді. Біздің ғаламшарымыз біртұтас экожүйе ретінде зиянды қалдықтардың мөлшерінің артуынан зардап шегуде. Бұл қалдықтар ғаламшар бетін жай ластап қана қоймай, климатты ғаламдық өзгеріске ұшыратуы мүмкін. Енді оқу тапсырмасы себеп және салдарын сәйкестендіріп шығыңыздар. Тапсырма жауабын тексеріп көрейік. Өндіріс қалдықтары ауа, су, топырақты ластайды. Пластикалық қалдықтар жануарлардың өлуі, теңіздердің ластануы. Орман кесу топырақ эрозиясы мен жануарлар мекенінің жойылуына әкеледі. Көліктер түтіні ауа сапасының нашарлауы. Келесі оқу тапсырмасы. Бірінші, экожүйелердің бұзылуына 3 негізгі себеппен олардың салаларын түсіндіріңіздер. Екінші тапсырма. Қазақстанда антропогендік экологиялық проблемаларды атаңыздар және шешу жолдарын ұсыныңыздар. Сіздермен болған мен Рауа Болатбекқызы. Келесі кездескенше.